Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Берік Ермұханов. Достар, бүгінгі видеода біз ауыз қуыстығының сілекей бездерімен танысатын боламыз. Ең алдымен сол бездерге өтпей тұрып, біз мына сұраққа жауап бере алсақ, сілекей дегеніміз не? Сілекей қандай қызметті атқарады деген сұрақтарға. Сілекей бұл сол ауыз қуыстығындағы сілекей бездерінің өнімі болып табылады. Ол түссіз, иіссіз, дәмсіз, тез көпіретін болып табылады. Оның тығыздығы 1,2, 1,2-ні құрайды. Сілекейдің құрамы, яғни 99% және 99,6% судан құралған. Қалған 0,6% органикалық, яғни құрғақ заттардан құралған болып табылады. Ал осы сілекейдің құрамындағы құрғақ заттар, жаңа айттық қой, 0,6-1% органикалық, анорганикалық заттардан құралған болып табылады. Органикалық заттардың құрамына белок, муцин, әртүрлі ферменттер және бейорганикалық заттарға тұздар кіреді. Натрий, калий, хлор, фосфор, кальций сияқты. Ал енді сілекейлердің қызметіне келіп тоқталсақ, сілекейлер қандай қызмет атқарады? Сілекейдің құрамындағы муцин ферменті ауыз қуыстығының кілегейлі қабатының жарылуынан, кебуінен және әртүрлі механикалық тәсілдерден қорғайды. Және муциннің екінші қызметі бұл ауыз қуыстығына, яғни ылғалданған тағамдық өнімнің жұтқыншаққа өтуін оңайластырады, яғни жұтынудың оңайласуына себепші болады. Ал кейінгі қызметі сол сілекей құрамындағы ризоцимнің бактериялардың қабығын ерітіп жіберу қасиеті, яғни бактерицидтік қасиеті сілекейдің. Ал ең маңызды сілекейдің қызметтерінің түрі бұл көмірсулардың ыдырауы, яғни ауыз қуыстығында көмірсулардың ыдырауы болып табылады. Бұл процесте, яғни амилаза және глюкозидаза ферментінің нәтижесінде болатын процесс, яғни ауызға келіп түскен крахмал сол амилаза ферменті арқылы малтозаға айналып, ал кейінгі фермент глюкозидаза болса, сол малтозаны глюкозаға айналдырады. Көріп тұрғаныңыздай бір құрамалы процесс жүріп жатыр ауыз қуыстығында. Сол үшін ауыз қуыстығында, яғни кішкентай кезімізде аталарымыз, әжелеріміз осындай айтатын еді, тағамды көбірек шайнап жұрт деп. Бұл бекер айтылмаған сөз. Көріп тұрғаныңыздай ауыз қуыстығында үлкен бір процесс жүзеге асты. Сол сілекейлер арқылы жүзеге асатын процесс. Ал енді сол сілекейлерді бөліп шығаратын сілекей бездеріне тоқталсақ, сілекей бездерінің анатомиясына. Ал кеттік, видеоны қарайық. Ауыз қуыстығы сілекей бездері. Гландула орис. Ол атқаратын қызметіне қарап, пішініне қарап екі түрге бөлінеді. Үлкен және кіші сілекей бездер. Кіші сілекей бездер латын тілінде гландула саливария минорис деп аталады. Шырышасты негіздің терең қабатында орналасқан болып, көлемі 1-5 мм шамасында болады. Тофографиялық орналасуына қарай ол бездер мынандай бөліктерге бөлінеді. Ерін бездері гландулая лабиалис, ұрт бездері гландулая буссалис, үлкен азулық бездер гландулая моларе, таңдай бездері гландулая палатиная, тіл бездеріне гландулая лингвалис бөлінеді. Ауыз қуысының кіші сілекей бездері бөліп шығаратын секретінің құрамына қарай үш бөлікке бөлінеді: сірлі, шырышты және аралас бездер болып. Сірлі бездерге тіл түбінің безі, шырышты бездерге тіл ұшындағы және таңдай безі, ал аралас бездерге ерін, ұрт, үлкен азулық бездер жатады. Осы кішкентай кіші сілекей бездерінің үлкен сілекей бездерінен ерекшеліктері, бұл сілекей бездер үнемі сілекей шығарып тұрады. Яғни осы белгісі арқылы және пішін арқылы үлкен сілекей бездерінен ерекшеленіп тұрады. Ауыз қуыстығының үлкен бездері гландула саливария майорис. Ауыз қуыстығынан тіс үш болып орналасқан, яғни шықшыт бездер, тіл асты және жақ асты бездер болып табылады. Ауыз қуыстығының үлкен бездерінің ішінде ең ірісі, ең үлкені шықшыт безі, яғни гландула паротис. Яғни паро жақын, отис құлақ деген мағынаны білдіреді. Ол без бастың бет бөлімінде латералды бағытта орналасқан болып табылады. Ауырлығы 20-30 грамм, ұзындығы 3-5 және қалыңдығы 2-3 мм құрайды. Бездің сырты фациялық қабықпен қапталған. Бездің түтігі болса бет доғашығынан 1 см төменде горизонталды бағытта, меншікті шайнау бұлшықетінің сыртынан өтіп, яғни мускулус массеттердің сыртынан өтіп, ұрт бұлшықетінің
тесіп өтіп, яғни мускулус постинаторды тесіп өтіп, екінші үлкен азотустың бойына ашылады. Бұл бездің істеп шығаратын, яғни өнімі секретіне қарап, бұл без сірлі типті бездерге жатады. Ал бізде кейінгі без тіл асты безі, гландула сублингуалис. Бұл бездің пішіні үшбұрыш және сопақша болып келеді. Ауырлығы 5 грамм, шырышты без болып табылады. Орналасуына қарай, меншікті ауыз қуысының тіл түбінде шырышты қабығында орналасады. Тіл асты және жақ асты бұлшықетті мускулус милохидеустың арасында фиброзды қабықпен қапталып тұрады. Бұл бездің екі түтігі бар: дуктус сублингуалис майорис, дуктус сублингуалис минорис. Дуктус сублингуалис майорис, яғни үлкен түтігі, жақ асты безінің түтігімен бірігіп, тілдің астындағы бір түк, яғни карункула сублингуалиске барып ашылады. Ал кіші түтігі, дуктус сублингуалис минор болса, тілдің бүйір қапталындағы кіші майда бүртікшелерге барып ашылады. Бұл без шығаратын секретіне қарап, шырышты бездер типіне жатады. Ал бізде соңғы үлкен сілекей безі төменгі жақ асты безі, яғни гландула субмандибулярис. Құрылысы жағынан күрделі ұяшты түтікті бездерге жатады. Ауырлығы 14-15 грамм. Ол мойынның алдыңғы жағында, төменгі жақ сүйектің үшбұрышында орналасқан болып табылады. Сыртқы қабаты фиброзды қабықпен қапталған. Төменгі жағынан мойынның тері асты бұлшықетті мускулус платисмамен қапталған болып табылады. Ал жоғары жағы тіл асты бұлшықетті мускулус милохидеуспен шектелген болып табылады. Бездің түтігі, яғни дуктус субмандибулярис немесе Бартанов түтігі мускулус милохидеусты, яғни тіл асты бұлшықетін тесіп өтіп, тіл асты безінің арасынан тіл астының үлкен түтігімен бірігіп, тілдің бүйір қапталында, яғни тілдің жүгеншігінің форамен лингуаның қапталындағы карункула сублингуалиске барып ашылады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, біздің каналға тіркелуді ұмытпа.